Осы Каспий май конкурсына АССР ретінде алғаш рет қатысып отырмын. Жалпы маған осы конкурсқа қатысқанымда АССР ретінде өте қызықты, тәжірибе алдым, пайдалы болды маған. Енді бұл байқау болғандықтан әр адам, әр АССР объективті түрде келеді. Бізге ұйымдастырушы тарапынан нақты талаптар қойылды, форма, критериялар бағалау қойылды. Біз соларға сәйкес, яғни егер мысалы стар жүйесі бойынша егер жазылса барлығы, онда біз оны максимал түрде бағалаймыз. Егер кейбір жерлері мысалы жеткіліксіз болса, дәлдеме жоқ болса, онда оның дискрипторы бар, яғни баға төмендейді. Барлығы ұйымдастырушы тарапынан өте жақсы жасалған. Осы конкурс аясында мен АССР ретінде 5 жобаны тексердім. АССР болдым, екеуі бұл үздік жоба бойынша, жылдық жоба, екеуі үздік менеджер жылдық бойынша, және біреуі осы мемлекеттік қызметтік аппаратты жаңғыртуға арналған. Кейбір жобалардан бағалау барысында дәлелдемелер аз болды, яғни көрсетілмеген, салынбаған болды. Соны біз осы АССР ретінде бағалап болғаннан кейін әр жобаның мүшелерімен интервью өткіздік. Осы интервью барысында дәлелдеме жоқ жерлерді сұрап, олар бізге кейбірлері көрсетті, кейбірлері түсіндіріп кетті. Яғни өзіміз толық ашылмаған жерлерді олар бізге толықтырып атап көрсетті. Жалпы Каспий майға қатысыңыздар, өте пайдалы, өздеріңізді көрсетіңіздер, сынақ көріңіздер.